Сәлем достар, бүгін сіздермен небәрі 2 ғана заттан осындай тура дүкендегідей болып шығатын өте дәмді мороженое балмұздақ жасайтын боламыз. Ал кеттік, бізге осындай шұңғыр ыдыс қажет болады. Ең әуелі сүтімізді өлшеп құйып аламыз. Егер сүт болмаған жағдайда сумен жасауға да болады, бірақ мен сүт болғандықтан сүтпен жасадым. Осылай сүтімізді құйып аламыз. Үйдің қолдың сүтін қолдануға да болады, мен осы лактель сүтін қолдандым. Енді бізге осындай дүкеннен құрғақ осындай смес қажет болады. Мороженеге арналған, бағасы 370 теңге тұрады, әртүрлі дәмдері бар. Мен осы клубника түрін таңдадым, құлпынай дәмдес. Осылай құрғақ смесімізді алып, сүттің үстіне салып, миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтеріп, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ең басында миксердің жай жылдамдығымен бастаңыздар, әр минут сайын жылдамдығын көтеріп отырасыздар. Байқасаңыздар, біздің кішкентай смесіміз 2 есеге ұлғаяды. Осылай әр миксерлеген сайын смесіміз үлкейіп, өте көп болып шығады мороженеміз. Міне 3-4 минут шамасында миксерледім. Бізде осындай кішкене ғана қою масса пайда болады. Қараңыздар, өз формасын ұстап тұратындай, міне осындай қою масса болуы қажет. Енді осы массаны кез келген формаға салып, мұздатқышқа салсаңыздар болады. Менде осындай 4 бұрышты форма болғандықтан, осыған салып, қақпағын жауып қойға өте ыңғайлы. Сол себепті осы форманы қолданып, салып шықтым. Бетін бір тегіс етіп тегістеп, қақпағын жауып, 2-3 сағатқа мұздатқышқа салып қоясыздар. Мен 4-5 сағат өткен соң алдым, кешкісін. Бізде осындай болып шықты. Қараңыздар, осындай балмұздақ алғышпен дөңгелек етіп алсаңыздар болады. Өте әдемі алынады. Мен қасықтың көмегімен осылай дөңгелектес етіп алып, осындай ыдыстарға салып, балаларыма ұсындым. Өте дәмді болып шықты, қыздар. Дәл дүкендегі мороженеден ешқандай айырмашылықты көріп тұрған жоқпын. Сіздер де үй жағдайында осылай қолжетімді заттармен балмұздақ жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнары сөзсіз, өте дәмді болып шықты. Егер видео ұнап жатса, лайк бас, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерді керемет рецептермен қуантатын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.